Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі осы видеода мен бір өзекті әрбірімізге қатысты тақырыпты көтергім келіп отыр. Бүгінгі видеоның тақырыбы нанға қатысты болады. Неліктен соңғы кездері біздің баяғы заманнан ата-бабамыздан жеп жүрген нан өнімдерін денсаулыққа зиянды дейді. Ол қаншалықты шындыққа жанасады? Шын мәнінде нан өнімдері сонда денсаулыққа зиянды ма? Шынымен адамды семіртеді ме? Осы видеода сол туралы айтатын боламын. Видеоны аяғына дейін мұқият тыңдаңыздар, нәтижесінде денсаулыққа пайдалы сапалы нан мен денсаулыққа зиянды сапасыз нанды ажыратып үйренетін боласыздар. Жалпы дүние жүзінде ең көп таралған тағамның бір түрі нан өнімдері, соның ішінде бидайдан жасалған нан өнімдері және дүние жүзінде кең таралған. Бұл енді таңғалатын нәрсе емес, өйткені бидайдың және құндылық жағынан қарайтын болсақ, плюстары өте көп. Және витаминдерге, минералдарға, пайдалы заттарға бай, ағзаның жақсы жұмыс жасауына керемет әсер етеді, иммунитетке пайдалы, ағзаны күшті тазалайды, және тойымды, энергия береді деген сияқты плюстары жеткілікті, иә. Бірақ та өздеріңіз байқасаңыздар, бұрынғы кездері нанға деген бір керемет құрмет, сый байқалатын болса, соңғы кездер керісінше нанға деген көзқарас өзгерді, иә. Нанды көп жеуге болмайды, нан денсаулыққа зиянды, нан семіртеді деген сияқты ақпаратты жиі естиміз, иә. Не өзгерді деген сұрақ туады. Неліктен нанға көзқарас өзгерді деген кез келген адамда сұрақ туындауы мүмкін, иә. Барлық мәселе технологияда жатыр. Яғни өңделуде жатыр. Енді сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін. Мысалы үшін баяғы заманда ұнды қалай жасайды, бидайдың ұнын қалай жасады? Қол диірмендер болған, иә, әдетте тастан жасалған. Сол диірменге бидайды салады да үгу арқылы бидай жасаған, ұн жасаған, иә, барлығы қарапайым болды. Ал қазіргі кезде мына технологияның дамыған кезінде үлкен-үлкен наубайханалар бар, үлкен-үлкен зауыттар бар. Мысалы үшін қол диірмені арқылы күніне білмеймін бірнеше қап ұн жасауға мүмкіншілік болған болса, қазіргі кезде күніне бірнеше мың тонна бидай жасауға мүмкіндіктер бар. Яғни технология мүлдем өзгерді. Бірақ та мұнда айта кететін нәрсе, және бидайды айтып отырмыз ғой, иә, бидайдың жәнегі қоректік заттары, минералдар, витаминдерінің барлығы көбі сыртқы қабатында орналасқан. Ал қазіргі заманауи технология бойынша ұн жасаған кезде осы сыртқы қабатын бидайдың шлифовать етіп, яғни үгіп алып тастайды. Қалған ортасынан ғана ұн жасайды. Енді түсінікті болу үшін тағы да айта кетейін, иә, барлық қоректік заты сыртында болса, оны үгіп алып тастаса, ортасында не қалады, иә? Неден ұн жасайды деген сұрақ туындайды. Сондықтан соңғы кездер айтып жатады, иә, ұн зиянды, ұннан жасалған тағамдарды көп жеуге болмайды деп. Енді ары қарай сөзін жалғастыратын болсам, сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін, иә, тағы да мына біздің дүкенде, жалпы базарларда біздің көп кездестіретін ұнның түрлері, иә, жоғарғы сұрыпты ұн, бірінші сұрыпты ұн және де екінші сұрыпты ұн, иә. Осы үш түрлі ұнның айырмашылығын сіздерге айта кетейін. Выше сорт, жоғарғы сұрыпты ұн барлығының почти алатын сұранысқа ие, және кондитерлік цехтер болсын, үйге алсақ та осы жоғарғы сұрыпты ұнды алады адамдар, иә. Өйткені оның аппақ болады, майда болады, иә. Жәнегі кез келген тамақты, мысалы үшін бауырсақ, шелпек жасасаң да, торт жасасаң да әдемі болады, күшті көтеріледі, ондай тамақ дәмді болады деген сияқты. Сондықтан көбінде адамдар жоғарғы сұрыпты ұнды алады. Бірақ та бұнда өзінің минустары бар. Біріншіден жәнегі бидайдың тура ортасынан ғана жасалынады, әбден тазаланған бидайдың түрінен жасалады болғаннан кейін, бұндай жәнегі ұнда қоректік заттар болмайды. Одан кейін крахмалдан ғана тұрады, яғни энергияны күшті береді, калорийный болады. Сондықтан артық салмаққа келетін, ең артық салмаққа келетін бидайдың түрі, ұнның түрі осы. Одан кейін клейковинаға бай болады, сондықтан мына асқазан, ішек жолдарына кері әсер етеді. Сондықтан өздеріңіз көріп отырғанда жоғарғы сұрыпты ұнның қоректік жағынан ең төменгі деңгейде екенін түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Тағы да айта кететін нәрсе, мұнда жоғарғы сұрыпты ұнда байқасаңыздар, көбінде сыртында с витамином деп жазылып тұрады, ол қалай деген сұрақ туындауы мүмкін. Егер бидайдың сыртындағы қоректік заттарын алып тастаса, қайдағы витамин болуы мүмкін? Мұнда просто маркетинг қой, адамдар көбірек алу үшін, тұтынушыларды өзіне тарту үшін синтетикалық, яғни жасанды витаминдерді әдетте ұнға салады. Бірақ синтетикалық жасанды витаминдер табиғи витаминдер сияқты ағзаға толыққанды сіңе алмайды. Және де соңғы кездері мынандай ақпарат жиі жүреді, жәнегі он одан да аппақ болу үшін, одан да сұранысқа ие болу үшін арнайы химиялық ағартқыш қоспаларды қосады деп. Химиялық болғаннан кейін өздеріңізге түсінікті, денсаулыққа жақсы әсер етпейтіні. Ал енді ары қарай бірінші сұрыпты ұн, бірінші сұрыпты ұнды әдетте біз көп алмаймыз, шыны керек. Бірақ дегенмен де бірінші сұрыпты ұннан бастап биологиялық құндылығы ұнның арта береді. Яғни жоғарғы сұрыпты ұн сияқты
толыққанды жәнегі сырты тазаланған, толыққанды сырты үгілген бидайдан емес, аздап өзінде жәнегі қоректік заттары, кебегі өзінде деген сөз. Бірінші сұрыпты ұнның шамамен 4-5% кебек өзінде. Яғни жоғарғы сұрыпты ұн сияқты таза жәнегі қоректік заттарын бәрін алып тастаған емес, аз да болсын өзінде бар деген сөз. Енді бұндай ұн соған байланысты кіте сарғыштау болады, я қатты майда болмайды. Одан жәнегі керемет жоғары көтерілетін анандай торттар жасай алмайсың, бірақ дегенмен де денсаулыққа осы бірінші сұрыпты ұн пайдалырақ. Және жоғарғы сұрыпты ұннан айырмашылық қатты сезілмейді. Ал екінші сұрыпты ұн бұдан да қоректік жағынан пайдалырақ адамға. Өйткені бұнда шамамен 8% кебек өзінде. Яғни тіпті жоғарғы сұрыпты бидайдың ұны сияқты толыққанды сырты тазаланбаған, аздап өзінде бар қоректік заттары. Сондықтан бұл одан да қоңыррақ болады. Одан да жәнегі не болады да, тамақ жасаған кезде онда қатты көтерілмейді. Бірақ дегенмен де қоректік заттары, денсаулыққа пайдасы осы екінші сұрыпты ұнда көбірек бірінші сұрыптан қарағанда. Ал қазір соңғы кездері өздеріңіз байқасаңыздар, цельнозерновая мука деген пайда болды. Не болмаса дүкендерде цельнозерновой хлеб деген пайда болды. Неліктен мұндай қазір ұсыныс пайда болып жатыр? Өйткені адамдардың сауаты артып жатыр. Адамдар түсінді, баяғы көне әдіспен жасалған ұн денсаулыққа әлдеқайда пайдалы екен, жәнегі денсаулыққа сол дұрыс екенін түсінгеннен кейін сұраныс пайда болды. Сөйтіп қазір байқасаңыздар үлкен дүкендерде цельнозерновая мука, яғни тұтас дәндерден жасалған ұндар сатылып жатыр. Бұндай ұндардың енді өзінің минусы жәнегі ұзақ сақталмайды. Өйткені көне әдіспен жасалған ұн өзінің плюстары, жәнегі витаминдері, қоректік заттары өзінде болғанмен, ондай ұн ұзақ мерзім сақталмайды. Өндіруші үшін бұл тиімсіз. Сондықтан қазіргі технология бойынша сыртын әбден тазалап ұн жасалынады. Бұндай ұн ұзақ мерзім сақталады. Сондықтан жәнегі сұраныс болғанмен де тұтас дәннен жасалған ұн қаппен сатылмайды. Байқасаңыздар, кішкентай қораптарда сатылады, не болмаса нан түрінде наубайханаларға бидайды әкеп, сол жерде ұн жасалып, сол жерде пісіріліп сатылады. Сондықтан алатын болсаңыздар, кішкентай қораптан ғана табасыздар, үлкен мешіт қаптарда әдетте болмайды. Өзім енді көрген жоқпын. Сөзімді қорытындылай келе айтатыным, түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Биологиялық құндылығы жағынан, яғни пайдасы жағынан ең төменгі орны жоғарғы сұрыптың, одан жақсырақ бірінші сұрыптың, одан да жақсы екінші сұрыптың, ең дұрысы тұтас дәннен жасалған ұн, не болмаса ұн өнімдері. Енді түсінемін, қарапайым өмірде толыққанды жоғарғы сұрыпты ұннан бас тарту мүмкін емес, бірақ дегенмен де бұны азайтқанның өзі және денсаулыққа деген, салауатты өмір салтына деген қадам болып есептеледі. Мысал ретінде өз өмірімді айтатын болсам, мен кәдімгі қарапайым өмірде күнделікті нан алған кезде қара нан алуға тырысамын, не болмаса тұтас дәнді ұннан жасалған нан алуға тырысамын, жоқ дегенде екінші сұрыпты ұннан жасалған нан алуға тырысамын. Ал мысалы үшін үйге ұн аламыз ғой, қамырға, мантыға деген сияқты, ондай кезде мен бірінші не болмаса екінші сұрыпты ұн аламын әдетте. Ал жоғарғы сұрыпты ұннан жасалған тағамдарды қонақ қабылдаған кезде, не болмаса қонаққа барған кезде жеймін, бірақ ол өте сирек, анда-санда ғана болатын нәрсе. Сондықтан айтайын дегенім, салауатты өмір салтына, дұрыс тамақтануға деген нәрсе бірден келетін нәрсе емес. Адам біртіндеп қадам жасаған сайын, барған сайын жеңілдей береді, барған сайын оңай бола береді, адамның еті де үйрене береді. Сондықтан кез келген қадам, бірінші қадам, бұның өзі жеңіс болып есептеледі. Осы видео сізге пайдалы болған болса, лайк басып қолдап отырыңыздар, және де ең жақын деген адамдарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Оларға пайдалы ақпарат болсын, сізге сауап болсын. Және де видеоның астына өзіңіз әдетте қандай нан қолданатыныңызды жаза кетіңіз, және де нанға байланысты қандай да бір пайдалы ақпарат білетін болсаңыз, бөлісе отырыңыз. Осы видеоны тыңдаған әрбіріңізге мықты денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Аман сау болыңыздар.